Мінекей достар, духовкадан алдым қазір ғана, міне. Қараңыздаршы, қытырлап тұр. Кеппей қалады ау, сулы болып қалады, дәмі өзгеріп кетпей ма деген қыздарға. Жоқ, еш нәрсе болмайды, дәмі де өзгермейді, формасы да сол қалпы. Тек духовкада кептіріп аласыз жаңағы жуған сулы жерін. Бәрі кеткен, іші де бәрі қатты, міне хрустящий болып тұр. Сізге көрініп тұр ма? Бірақ мен 120 градустан жоғары қоймаңыздар. Одан кейін мен 25-30 минут деп айттым ғой. Бірақ мен 40 минутқа алдым. 40 минуттан кейін алдым. Енді әркім пеші әртүрлі, сондықтан көріңіздер өздеріңіз. Бір 30 минуттан кейін қарап көресіздер ғой. Қытырлап тұр ма? Сәл де әлі